Баршаңызға сәлем. Бүгін біз осындай интернеттің көмегінсіз бағалау түрін жасауды үйренетін боламыз. Бұны жасау үшін бізге қарапайым PowerPoint болса жеткілікті. Арнадан алыстамаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, және каналға тіркелеміз. Бұл бағалау түрін жасау үшін бізге PowerPoint қажет деп айттым, яғни жаңадан осындай парақты жасап аламыз. Одан кейін вставкаға кіреміз, таблицаға кіреміз. Осылай барлығын белгілеп алып, өзімізге таблица ашып аламыз. Одан кейін макет бөліміне кіріп, астына жеткілікті түрде ұяшықтарды қойып шығамыз. Осылай қойып алғаннан кейін, бұл жерде бізде 10 ұяшық болып тұр. Ставить справа деп тағы да 11-ші ұяшықты жасап аламыз. Және бірінші ұяшықтан басқа қалған ұяшықтарды белгілеп алып, осы жердегі ұяшықтардың енін өзгертеміз. Бізге 1/8 болса жеткілікті. Және ең бірінші тұрған ұяшықтың енін ұзартамыз. Шамамен 4,5 сантиметрдей болса жеткілікті. Тап осы таблицаны, яғни кестені түсін өзгертуге болады. Мысалға, осындай көк түспен алайық, және артқы фонды өзгерту үшін формат фоныға кіреміз. Сплошная заливкаға кіріп, өзімізге қажетті түсті таңдап алатын боламыз. Мен әзірге осындай түс таңдаймын. Енді ең бірінші ұяшыққа аты, жөні деп жазамыз. Және қалған ұяшықтарға 1-ден 10-ға дейінгі сандарды салып шығамыз. Осылайша қаріпті келтіреміз, ортасына қоямыз, және де қаріптің түсін ауыстыруға болады. Енді ең бірінші аты жөні деген ұзын ұяшыққа вставкаға кіріп, фигураға кіріп, тіктөртбұрышты қойып шығамыз, яғни осы бір ұяшықтың көлеміндей болуы керек. Осы фигураны ішін өзгертіп, сыртында контурын бәрін ауыстырсаңыз болады. Осылай қажетті фигураны барлық ұяшыққа қойып шығамыз. Осылайша аты жөні деген ұяшықтардың барлығын салып шықтым. Осы жерге оқушыларыңыздың есімдерін жазып шығасыз. Осылайша оқушылардың аты жөндерін жасап алдым. Енді ең бірінші тұрған фигураны басамыз, формат бөліміне кіреміз. Осының ішінде область выделения дегенді табамыз. Қараңыздар, бізде бұл жерде бірнеше фигуралар салынып тұр. Осы фигуралардың атауын біз өзгерту арқылы өзіміздің жұмысымызды жеңілдетеміз. Мысалға, Нұрбақыт деген оқушының фигурасын Нұрбақыт деп ауыстырамын. Келесі, Меруерт деген оқушының фигурасын Меруерт деп ауыстырамын. Осылайша барлық фигуралардың атауларын қойып шығасыздар. Барлық фигураның атауларын жазып шықтым. Мұқият болуыңыз керек, яғни оқушылардың есімдерін шатастырып алмай жазып шығуыңыз қажет. Осыдан кейін өзіме қажетті иллюстрацияны ChatGPT-дің көмегімен жасап алдым. Сіз өзіңіздің тақырыбыңызға сай кез келген иллюстрацияны қоя аласыз. Осы иллюстрацияның үстінен басып, анимация бөліміне кіріп, добавить анимацию дегенді басамыз. Оның ішінде вправо дегенді тауып аласыз. Осы кезде сізге оңға қарай жүретін анимация пайда болады. Сәл артқа шегіндіріп, сіздің атыңыз бірінші ұяшықтан екіншісіне баратындай қылып жасайсыз. Және осы линияның үстінен басып, триггер бөліміне кіріп, по щелчку дегенді басып, бірінші оқушының есімін тауып аласыз. Менде бірінші оқушы ол Нұрбақыт. Яғни тексеріп қараймыз, Нұрбақыт деген ұяшықтың үстінен басқан кезде сіздің жылқыңыз бірінші ұяшықтан екіншісіне жылжу керек. Енді біздің мына жылқымыз, яғни иллюстрациямыз екінші ұяшықтан үшіншісіне баруды жасау үшін мына линияның үстінен басамыз, добавить анимацию деп тағы да вправо деген анимацияны қосамыз. Енді қараңыз,
мына жерде осы екінші анимацияның бірінші бөлігін біз мына екінші ұяшыққа алып келеміз. Екінші ұяшыққа алып келеміз және 2-ден 3-ке бару үшін қызыл линияны осы жерге алып келеміз. Тағы да триггер қосамыз, нұрбақыт деп басамыз, тексеріп қараймыз. Нұрбақыт дегенді басқан кезде 1-ден 2-ге жылжиды, тағы да басқан кезде 2-ден 3-ке жылжиды. Дәл осы алгоритм бойынша алдағы ұяшықтардың барлығына анимация қойып шығамыз. Соңғы анимацияның үстінен басамыз, добавить анимацию дейміз, тағы да вправо дегенді қоямыз, окей дейміз. Біздің жасыл линиямызды 3-ке апарамыз, мына соңғы қызыл линияны 4-ке апарамыз. Триггерді басып, нұрбақыт дегенді тауып аламыз. Келесі ұяшыққа бару үшін тағы да осы алгоритмді қайталаймыз. Осылайша барлық ұяшыққа мен қойып шықтым. Тексеріп қараймыз. Менің мына жерде тұрған жылқым нұрбақыт дегенді басқан кезде бір ұяшықтан екіншісіне осылай бару керек. Барлығы жұмыс жасап тұр. Енді осы фигураны жай ғана копировать, ставить ету арқылы келесі оқушыға қоямын. Қойған кезде енді триггерді осы оқушының есіміне ауыстырып отыруды ұмытпаймыз. Яғни қайтадан мына анимацияның үстінен, линияның үстінен басамыз, триггерге кіреміз, по щелчку дейміз. Келесі оқушы бізде Меруерт болса, Меруерт деген есімді басамыз. Барлық анимацияға осылай қойып шығамыз. Мына жерде барлығын бірге белгілеп жасауға да болады. Өзіңізге қалай ыңғайлы, солай жасап шығасыз. Мында Меруерт деген оқушының иллюстрациясына анимация қойып шықтым. Мысалға келесі Нұрасылға тағы да көшіріп алдым да, мына тұрған линияларға қайтадан триггерді қойып шықтым. Яғни қай оқушының линиясын жасап жатырсыз, сол оқушының аты жөніне триггер қойып шығасыз. Себебі сол оқушының аты жөнін басқан кезде оның иллюстрациясы алға жылжу керек. Тексеріп қараймыз. Мысалға, Меруерт бізде бірінші тапсырмаға жауап беріп, алға жылжиды. Келесі Нұрасыл жауап береді, ол екінші тапсырмаға тағы да жауап береді. Келесі Нұрбақыт 1-ден 3 тапсырмаға жауап беріп, 3 қадам алға жылжиды. Барлығы осылай жұмыс жасайтын болады. Қанша сізде ұяшық бар, сонша мына иллюстрацияларды көбейтіп, тек триггердің атын өзіне сай өзгертіп отырсаңыз болды. Сөйтіп сізде бағалау парағы дайын болады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз және каналға